Жамбылда балалардың құқықтық сауаттылығын арттыруға арналған мотивациялық кеш өтті. Өмірлік қиын жағдайға тап болған орталық бүлдіршіндеріне мамандар психологиялық және құқықтық көмек көрсетті. Дара қайырымдылық қоры мұрындық болған тәлімгерлер кемесі атты жобаның алғашқы тренингінен арна тілшілері де көзбен көріп қайтты. Тәлімгерлер кемесі жобасының алғашқы тренингі өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларды қолдау орталығында өтті. Оларға қолайлы жағдайлар жасау, қоғамға бейімделу турасында мамандар жеткіншектермен әңгіме өрбітті. Айта кету керек, игі бастама аясында балақайлар театр мен өзге де іс-шараларға бара алады. Біз мына жерде ұжымның атынан корпоративті тәлімгер болып тұрмыз. Бүгін мінекей сол жобаның ашылуы десек болады. Біз жаңаға екі тарап болып, ол осы балаларды қолдау орталығы және Қонаев атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасы меморандумға қол қойып, бірлесіп жұмыс істегелі отыр. Білікті мамандардан құралған тәлімгер тобы жаңа бағытта жұмыс істеуге ниетті. Орталық тәрбиеленушілеріне заң аясындағы түсіндірме жұмыстары қызықты форматта өтті. Балалармен ойын ойнап, психологиялық сұрақтар қойылды. Менің ойымша бұндай тренингтер өткізіліп жатқан ол өте балаларға пайдалы, себебі балалар өздерінің құқықтарын да білу керек, оның қатарында міндеттерін де білу керек. Себебі любой бір болып жатқан жағдайда балалар өздерінің құқықтарын қорғап білу керек. Дара қорының өкілдері балаларға тура жол көрсетіп, жаңа дүниелерді үйретуге дайынбыз. Бұл жоба балалардың міндеттері мен құқықтарын білуге өз үлестерін қосары сөзсіз дейді.